Сасар лайк. Возможно все. Купить квартиру? Легко. Успешный бизнес? Запросто. На работу? С комфортом. Стать фермером? Без проблем. Построить дом? Нет ничего проще. Вы должны быть, да, такие серьезные? Ну ладно. Актерлік шеберліктің басты ерекшелігі ол сізді әрқашан формада ұстайды. Кешегідей кіріп, дәл солай жасай алатын кез келген жұмыс сияқты емес деген екен әйгілі Леонардо Ди Каприо. Қайырлы күн немесе қайырлы кеш, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Зе сұхбат. Зе сұхбат. Это сценарий такой? Сіздермен бірге Зе сұхбат. Сіздермен бірге Зе сұхбат. Бүгін бізде қонақта керемет актриса, сымбатты блогер, әдемі де сұлу Әсел Асқарқызы. Қош келдіңіз. Неужели қарадыңыз ғой маған қарай? Өзінше өкіріп келедіңіз екеуіңіз. Бүгін біз Әсел ханыммен өнердегі агломерация туралы сөйлесетін боламыз. Алғашқы сұрақ. Сіз жұлдызға айналған кезде сіз өзгермейсіз, айналаңыз өзгереді дейді. Айналаңыз өзгерді ме? Дәл осылай айтқан екен Майкл Дугластың әкесі Кирк Дуглас. Айналаңыз өзгерді ме? Что это, вопрос? Жоқ, өзгерген жоқ. Әдемі жауап. Атақты Акира Куросава былай деген екен. Дорекага сорая ваташита, шина вакотана де хамадетска. Өте жақсы жауап. Ғажап жауап. Яғни Куросава, яғни шынымен жақсы фильм көңіл көтереді. Бұл жерде ештеңе қиын емес деген екен. Куросава сізге қаншалықты ұнайды? Бір 1891 жылы менің есімде бірінші рет Алматы опера балет театрының алдында біз кездескен едік. Сол кезден бастап мен ол кісіге ғашық болдым. Дәл алдымнан шықты да, мен оны қараған кезде бұл не деген сұлу жігіт дедім. Сол кезде де. Бірақ осы өмірде оны кездестірген жоқ. Басқаша сұрақ қойып көрейін. Қандай фильмдерді көргенде көңіліңіз көтеріледі? Біздің отандық кинолар. Брат или брак менің ең сүйікті кином. Келінжан сериалын өте жақсы көремін. Сондай туындыларды көрген кезде өзім балалық шаққа қайтып оралғандай боламын. Ермек Тұрсыновтың Келінжаны ма? Ермек Тұрсынов? Гүлнұр Мамасарипова емес пе продюсері? Сценарийін жазған.
Келін Ермек Тұрсынов деген режиссердікі емес па? Қандай келін? Жақсы. Үшінші фильміңіз сіздің көңіліңізді көтереді. Үшеу айту керек па? Бізде үшеу айту керек па? Иә. Үшеу. Үшіншісі жоқ. Ғажап жауап. Камера секундына 24 рет өтірік айтады дейді Брайан де Пальма. Әсел қай кезде өтірік айтады? Өте күшті сұрақ. Қай кезде өтірік айтам? Бұрында мен адамды ренжітіп алмау үшін өтірік айта салатынмын. Қазір ондай ойымда да жоқ, адамның онша қатты көңіліне қарай бермейтін болдым. Мүмкін бір кездесулерде отырған кезде, бір әжетханаға барғым келгенде, қысылып отырған кезде енді өтірік айтатын шығармын. Мен шығып келейін деп. Сол кезде. Тамаша жауап. Адамдар киноға бір армандарын бөлісуге келеді дейді Бернардо Бертолуччи. Сізді неше түрлі цитаталармен жалықтырып жіберген жоқпыз ба, мына кісі? Жалықтырып жібердіңіздер. Ендеше Квентин Тарантино былай деген екен. Мен түсірген әр фильмнің ақша табу өте маңызды. Себебі маған сенген адамдар ақшаларын қайтарып алғысы келеді. Сізге сенген адамдар ақшаларын қайтарып алды ма? Маған сенген Адамдар ақшаларын қайтарып алғысы келеді дейді. Сізге сенген адамдар ақшаларын қайтарып алды ма? Қай жақта? Жұмыс барысында ма? Сізде тек қана шетелдің адамдарының цитаталары ғана ма? Біздің бір әйгілі, ақылды, дана адамдардың цитаталары жоқ па? Өзіміздің бір. Балалар аманбысың, шырақтарым майысып, көлге біткен құрақтарым депті Жамбыл Жабаев ағамыз, атамыз. Естісіңдер. Сол секілді сізге сенген адамдар ақшаларын қайтарып алды ма? Қандай ақшаларын? Әйел затына жақсы жігіт болып көрінгісі келмейтін еркек кем деген. Ол үшін әйел затына жағымпазданудың қажеті шамалы. Керісінше ер азаматқа тән кесек болмысың мен елден ерек биік белестен көріне білсең болғаны дейді Дүкен Масымханұлы ағамыз интернетте. Ал сіз интернеттен не оқыдыңыз? Интернеттен? Күнде оқимын. Өзім де жазамын интернетке. Бізде жарнама, жарнамалық үзіліс. Достар, біздің каналға лайк басып, қоңырау шалып, хабарласып тұрыңыздар. Мен жауап беремін ғой. Ерік дұрыс айтады. Мексиканың атақты суретшісі Фрида Кало ешқашан әйелдің көз жасына және ақсаңдаған итке сенбеңіз дейді. Сіз ақсаңданған әйелге сенесіз бе? Жоқ, сіз иттің көз жасына сенесіз бе? Бұл сұрақ қойып, қандай жауап күтесіз? Сонда әйел адамның жасы ойыншық болып тұр ма? Нұрлан Байділді айтады. Абай осы күні өмір сүрсе, асып кетсе блогер болатын еді дейді. Сонда Жамбыл рэпер болатын беді. Кім болатын беді? Рэпер. Неге?
Нұрлан Байділді деген атақты блогер айтқан екен, Абай осы күні өмір сүрсе, асып кетсе блогер болатын еді депті. Сонда біз сондай бір біздің Абай атамызға прикол ұстап отырмыз ба? Жоқ, Нұрлан Байділді айтыпты. Сіз енді соның сөзін қайталап отырсыз ғой. Соған сіз қосыласыз ба? Сіз қосыласыз ба? Өмірден өткен атақты адам, соған білмеймін енді, әруағы бізге жынданданбаса. Менде бір сұрақ. Тірі адамның жүректен аяулы жері бола ма? Біздің қазақтың жүректі кісі дегені батыр кісі дегені. Онан басқа жүректің қасиеттерін анықтап біле алмайды. Рақымдылық, мейірбандылық, әр түрлісте адам баласы өз бауырым деп өзіне ойлағандай, оларға да болса игіді демек, бұлар жүрек ісі. Асықтық та жүректің ісі. Тіл жүректің айтқанда көнсе жалған шықпайды. Амалдың тілін алса жүрек ұмыт қалады. Қазақтың жүректісі мақтауға сыймайды. Айтқанға көнгіш, уағдада тұрғыш, бойын жаманшылықтан тез жиып алғыш. Көштің соңына итше ере бермей адасқан көптен атының басын бұрып алуға жараған. Әділетті ақыл мойындаған нәрсеге қиын да болса мойындау, әділетті ақыл мойындамаған нәрсеге оңай да болса мойындамау, ерлік, батырлық осы болмаса қазақтың айтқан батыры әншейін жүректі емес қасқыр жүректі деген сөз. Қазақ та адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды. Ақылдың сөзін ұғып аларлық жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың жоқтығынан азады. Білімді білсе де, арсыз қайратсыздығынан ескермей ұстамай кетеді. Жаманшылыққа бір елігіп кеткен соң бойын жиып алып кетерлік қайрат қазақта кем болады. Осы жұрттың көбінің айтып жүргені мықты жігіт, ер жігіт, пысық жігіт деп ат қойып жүрген кісілердің бәрі пәлеге, жаманшылыққа еліртпек үшін бірін-бірін айда батырлап қыздырып алады да, артын ойлатпай азғыртатұғын сөздерді. Әйтпесе Құдайға терістіктен, не ар мен ұятқа терістіктен сілкініп, бойын жиып ала алмаған кісі, үнемі жаманшылыққа мақтанға салынып, өз бойын өзі бір тексермей кеткен кісі, тәуір жігіт түгілі әуелі адам ба өзі, дейді Абай. Бұл Абайдың 14-ші қара сөзі. Соны айтып қояйын деген. Бәрекелді. Олай болса, дәл осындай позитивпен блиц сұрақтарға көшейік. Жалғыз жүріп жол табу немесе көппен бірге адасу? Қалай тағы да? Жалғыз жүріп жол табу немесе көппен бірге адасу? Жалғыз жүріп жол табу. Актерлік немесе блогерлік? Блогерлік. Арам баю немесе адал кедейлік? Ортасы. Әдемілік немесе ақылдылық? Әдемілік. Брэд Питт немесе Ален Делон? Ален Делон. Ақылды өтірікші немесе ақымақ шыншыл? Ақылды өтірікші. Сүйетініңді бірінші айту немесе күту? Қалай? Сүйетініңді бірінші айту немесе күту? Күту. Сылтау айту немесе көңілге қарау? Тағы да? Сылтау. Сылтау айту немесе көңілге қарау? Сылтау айту. Асыра сілтеу немесе жетпей қалу? Асыра сілтеу. Анджелина Джоли немесе Моника Белуччи? Әсел Асқар. Қыс немесе жаз? Жаз. Өзің сүю немесе өзіңді сүйгенді сүю? Ондайдан өттік қой, өзіңді сүю енді 30-дан кейін. Өзің сүю немесе өзіңді сүйгенді сүю? Қалай? Өзің сүю.
немесе өзіңді сүйгенді сүю? Өзін сүю. Бердібек Соқпақбаев немесе Оралхан Бөкей? Марғұлан Сейсенбай. Осы жақтан шыққаннан кейін сіздерге шай берейінші, қатайып отырсыздар өтегі. Құдалықта отырған сияқтымын мен. Актерлық шеберлік туралы өте аз білемін. Бірақ мен ерекше дарынды адаммын дейді кіші Роберт Дауни. Менің сөзім емес па бұл? Менің сөзім ол. Так, мұнда редакторлар қайда? Ол менің сөзім. Қайдағы Роберт Дауни? Актерлық шеберлік туралы өте аз білемін. Бірақ мен ерекше дарынды адаммын депті Әсел Асқарқызы, және оны Роберт Дауни младший Америкада жатып қайталапты. Иә, менен қайталаған бұл. Бүгін бізде қонақта болған дарынды сымбаттару Әсел Асқарқызы болатын. Бағдарламамызды Корей елінің мына ұлағатты сөзімен... Әсел Асқарқызы емес, Әсел Асқар. Актерлық шеберлік туралы өте аз білемін. Бірақ мен өте дарынды адаммын депті Әсел Асқар. Сіздермен қонақта болған дарынды да сымбатты Әсел Асқар. Бағдарламамызды Корей елінің мына бір ұлағатты сөзімен аяқтағымыз келеді. 사랑이요. 사랑이요. Болды ма? Все?